Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін грузин халқының өте дәмді, тойымды және тез дайындалатын шкмирули тағамын дайындаймыз. Бұл тамақ үшін әдетте тауық еті қолданылады. Тауық етінің кез келген жерін қолдана беріңіз. Менде бүгін тауықтың жамбас еті, яғни куриные бедра. Оны жақсылап жуып, екі жағынан мұқият қағаз сүлгімен құрғатып аламыз, кейін аздап тұздаймыз. Екінші жағында тұздап, қолымызбен сәл сылап жібереміз. Табамызды отқа қойып, қыздырып, шамамен 2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Майымызды қыздырамыз, кейін тауығымызды екі жағынан қызартып қуырып алуымыз керек. Орташадан жоғары отта 5 минуттай әрбір жағын қызартып қуырып аламыз. Осы уақытта табамыздың қақпағын жауып қоямыз. Шкмирули тағамына міндетті түрде қосылатын ингредиент бұл өте көп мөлшерде ас көк. Менде мына жерде ақ желкен және де ас көк, яғни укроп және петрушка, әрқайсынан 3-4 сабақтан қосамын. Қолдан келгенше өте ұсақ етіп турауға тырысамыз. Келесі басты ингредиент бұл көп мөлшерде сарымсақ. Менде 4 жамбас еті болғандықтан 4 дана сарымсақ қолданамын. Тамақта сарымсақтың дәмі өте қатты білінбейді, сондықтан осы мөлшерде қосуға кеңес беремін. Себебі біз тағамымызға кілегей қосатын боламыз. Кілегей сарымсақтың дәмін сондай нәзік етеді. Тауықтарымызды келесі бетіне аударамыз, 5 минут қақпағын жауып, екінші бетін қызартамыз. Отымыз орташадан жоғары. Осы уақытта гарнир дайындаймын. Гарнирге булгур жармасын ұсынамын. Булгур бидайдың жартылай дайын түрі, өте дәмді және ағзаға да пайдалы. Менде осындай пакеттегі түрі небәрі 15 минутта тұзды суда пісіп дайын болады. Бұл тағаммен гарнирге күрішті де ұсынсаңыз болады, күрішпен өте жақсы үйлеседі. Тауығымыздың екі беті де қызарды, бөлек тәрелкеге аламыз және де осы отымызды сәл баяулатып, сарымсағымызды 2-3 минуттай қуырып аламыз. От тым қатты болмау керек, сарымсағымыз күйіп кетпеу керек, әдемі болып иісі шыға бастайды. Сол кезде осындай кілегейімізді үстінен құйып жібереміз. Шамамен 200-300 мл қажет болады. Кілегейімізді бірден қайнатуға болмайды, баяу отта қайнатуға дейін жеткіземіз. Біздің табамыз қатты ыстық емес, қатты ыстық табаға бірден кілегей құйсаңыз, ол іріп кетуі мүмкін. Енді барлық ас көгімізді қосамыз. Дәміне қарай аздап тұз, қара бұрыш, ашық қызыл бұрыш және паприка қосамыз. Мұқият араластырамыз, міндетті түрде дәмін көреміз және де отымыз бізде орташа, ақырындап біздің кілегейіміз қайнай бастады. Осы сәтте тауығымызды қайта орналастырып, шамамен 25-30 минуттай қақпағын жауып, өте баяу отта бұқтыратын боламыз. Осы уақытта булгур пісіп шықты, суын сорғытып, ыдысқа орналастырамыз. Булгурды осы күйінде ұсынсаңыз болады, немесе ерекшелендіріп, өте майда етіп туралған азғана қияр мен қызанақты қосып араластырсаңыз болады. Одан сайын дәмді бола түседі. Аздап тұз қосамыз, ас көк қосуға болады және де зәйтүн майынан азғана қосуға болады. Мұқият араластырамыз, біздің өте дәмді, пайдалы, ерекше гарниріміз дайын. Әдетте шкмирули тағамын грузин нанымен ешқандай гарнирсыз ұсынады. Мен тойымдырақ болсын деп гарнир дайындадым. Тауығымызды осылай арасында аударып, бетіне соусымыздан құйып пісіреміз. Небәрі 30-40 минутта осындай ерекше, өте дәмді, тойымды тағамымыз дайын болды. Мына суына нанды батырып жеген сондай өте керемет. Сіздерге және де отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Қыздар міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.